Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен восточный пирог жасайтын боламыз. Алдымен 200 грамм бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызға үстіне ұнымызды салып, жақсылап екеуін араластырып аламыз. Содан кейін 1 чайная ложка разрыхитель қосамыз. Bir пиала шекер, 2 ас қасық қаймақ және 1 жұмыртқа қосып, тестасын иілейтін боламыз. Тестамыз дайын болғаннан кейін формамызға салып, формаға келтіріп шығамыз. Тестамызды табамызға орналастырып болғаннан кейін тестамыздың үстіне 100 грамм кептірілген өрік және 100 грамм мейіз және 100 грамм орехымызды қосып салып шығамыз. Содан кейін үстіне 1 банка сгущенка қойып 180 градус қыздырған пеште жарты сағат пісіріп аламыз. Мен пирогымның піскен кездегі видеосын түсіруді ұмытып кетіппін. Сіздер менің рецептіммен пісіріп көріңіздер. Егер рецепт пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.